Жаңа айтып жатыр барлығы. Қош сабындарды үйден жасай ма не? Не алған зат ол анау мынау деп жатыр, комментарийде жазып жатырған қыздарды көріп жатырмын. Міне мынандай бір түсті сабын жасадым. Жұқалап кестім. Мынау енді алдындағы екі түрлі түсті жасаған сабыным. Иісі деген шынымен де аромат керемет, бұрқырап тұр. Бұны баняға барғандарда қолданған жақсы, майлардан жасалынған себебі. Сосын мынандай кір сабын жасадым. Ақ кір сабын ғой, сондай ғой. Мынау просто менде фигурасы осындай болып шықты, формасы осындай. Өзіңіз әртүрлі фигурада жасауға болады. Және де мочалка сабын бар, ол бітіп қалды менде. Мен қалғандар чисто заказға жасайын ғой, заказға сықитып жүремін ғой қалғанын. Тек қана үйге бір-екеуін алып қалдым. Қазір көрсетейін енді алып. Сенбей жатырған адамдарға. Міне, новыйдан бастадым. Міне су ағып тұр. Енді көпіртіп көрсетейін. Мынау бірінші сабын көпіріп жатыр. Міне. Иісі күшті. Міне. Мынау менің кәдімгі өз қолыммен жасадым. Енді өз қолымды жуып тұрмын. Көріп тұрсыздар. Жақсы көпіреді. Мынау жаңағы соңғы жасаған сабыным. Енді мына сабынды көрсетейін. Тоже көпіртейін. Ал міне. Қараңыздар. Міне. Көрдіңіздер ма? Күшті көпірттер. Енді мына кір сабынды көрсетейін. Ақ кір сабынды. Мына кір сабын керемет болды енді балдарыма. Нәски жуат бастаяды. Заказға, тойбастарға қыздар мен жасап жатырмын бұл сабынды. Тойбастарға бергенде күшті ғой. Келген қонақтарыңыз қуанып қалатын. Қараңыз, мынау ақ кір сабын. Міне. Қараңыздар, күшті көпіртіп тұр. Вообще бәрі де көпіреді. Мен тек асығып ашып сіздерге көрсетіп жатырмын. Ал мастер-класс бар, 2000 теңге тұрады. Сабындарды үйренесіз сол жерден. Магнитті үйренесіз, свечені үйренесіз, гипстан бұйымдары үйренесіз, этажерка ыдысты үйренесіз. Бар болған мастер-класс 2000 теңге WhatsApp-қа жазсаңыз болады.